Баршаңызға сәлем, қош келіпсіздер менің каналыма. Бүгін сіздермен өте тез дайындалатын песочный пирог жасаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бөлме температурасындағы жұп-жұмсақ сары майымызға сахарный пудрамызды қосып миксерлеп аламыз. Бөлме температурасында тұрған 2 дана жұмыртқамызды саламыз. Міндетті түрде бөлме температурасында болуы қажет. Үстінен разрыхитель мен ұнымызды салып, жақсылап қамыр илейміз. Міндетті түрде разрыхитель мен ұнды бірге араластырған жөн. Жақсылап илеп, жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Жұмсақ болғаны өте қолға жұмсақ болады, әдемі. Осыны екіге бөліп, екіншісін формаға салып, узорларын шығарып, бортиктерін шығарып, әдемілеп тұрып қоясыздар. Екіншісін бетіне жапқанға. Үйде не бар, қандай вареньеларыңыз бар, любой вареньені қосып, болмаса сгущенка, варенка сгущенканы қосып, начинкасында неше түрлісін описаниеда жазып өтем. Мен варенье қостым. Үстінен жаңа алып қалған қамырымызды узорларын шығартып қоясыздар. Начинкасына неше түрлісін қоссаңыздар болады. Мен сіздерге описаниеда барлық жазып өтем. Мен өзім жасап жүрген. Мен бүгін жасағаныма варенье жасадым. Вареньесін қостым бетіне. Жаңағы екінші қамырымызды алып, оны неғып бетіне узор-узор қып шығарасыздар. Жұмсақ болады. Онда себелесеңіздер болады. «150 градуста 35 минутта пісіріп алып.